Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі наурыз көже тағамын дайындайтын боламыз. Жалпы бұл наурыз көжені әркім қалай жасайды, мен де өз жасалу жолыммен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Алдымен қазанымызға салқын су құйып, жанұяңыздың көлеміне қарай етіңізді салып аласыз. Мен сиыр сүйегінің кішкене бір бөлігін, сонан соң аттың етінен кішкене бір бөлік, кішкене қазы салып қайнатуға жібердім. Жалпы етті өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Егер майлы болған қаласаңыздар, майлы сүйектерді салып қайнатсаңыздар болады. Дәл осылай бір қайнап шыққаннан соң жақсылап көбігін тазартып аламыз. Сонан соң тағы да бір қатты қайнатып, екінші рет тағы да көбігін тазартатын боламыз. Сонда біздің сорпамыз мөлдір, өте тынық, тап-таза болып шығады. Сорпамызды көбігінен жақсылап тазартып, жай отта 2 сағаттай қайнатып пісіретін боламыз. Енді осы аралықта сорпамызға салатын дәндерімізді дайындап алатын боламыз. Мен күріш, маш, гречка және тары пайдаландым. Жалпы дәндерді де өз қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен осы 4 дәнді пайдаландым. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің етіміз пісіп тұр. Енді осы пісіп дайын тұрған еттерімізді сорпадан шығарып аламыз. Сонан соң жаңа дайындап қойған дәндерімізді жақсылап 2-3 қайтара жуып, бірінен соң бірін барлығын салып пісіретін боламыз. Менде дәндер барлығы бірдей уақытта пісетін болғандықтан барлығын бірдей салдым. Тек тарыны ғана дайын болуына 5 минут уақыт қалғанда ғана салатын боламын. Дәндерді салып, жай отта 20-30 минуттай қайнатамыз. Енді осы аралықта жаңағы еттерімізді орташа бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Біздің жанұямызға осы ет жеткілікті болады. Сіздер де өз жанұяңызға қарай етті азайтып, көбейтіп салсаңыздар болады. Етті ұсақ бөлік, орташа бөліктерге бөліп турап алдық. Енді қазыны да домалақ тәріздес етіп, дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Оны сорпаға қоспаймыз. Кеселерге көжемізді құйғанда бетіне қойып ұсынсаңыздар болады. Мінекей, біздің салған дәндеріміз пісіп дайын тұр. Енді жаңағы бізде тары ғана қалды. Енді сол тарыны жақсылап жуып тазартып салып жібереміз. Соңынан жаңа турап дайындап қойған етімізді салып, жақсылап бір араластырып 5-10 минуттай ғана қайнатамыз. Тары бізде тез піседі, сондықтан да көп ұстаудың қажеті жоқ. Сорпамыз біздің 5 минут көлемінде қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің тарымыз езіліп пісті. Енді астын өшіріп 10-15 минуттай суытатын боламыз. 10-15 минут суыған сорпамызға айран қосып жақсылап араластырамыз. Жалпы айранды да өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша құртты да езіп қосуға болады. Менде айран кішкене аздық қылған соң қайтадан кішкене айран қосып жақсылап араластырдым. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Түрі де тәбетті ашатын сорпалардың бірі болып шықты деп ойлаймын. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.